Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен медовый торт жасаймыз. Арнама қош келдіңіздер. Ең алдымен 4-5 ас қасық балымызды плитамызға ертіп аламыз. Осылай ергеннен кейін балымыздың үстіне 2 шай қасық толмай ас содасын қосамыз. Және жақсылап араластырып аламыз біркелкі қылып. Үстіне комнаталы температурада тұрған сары майымызды қосып, тағы да араластырып аламыз. 4 жұмыртқамыздың үстіне 1 кесе толмай қантымызды аз-аздан салып, миксермен жақсылап аппақ болғанша миксерлеп аламыз. Жұмыртқамызды аппақ болғанша миксерлеп болғаннан кейін жылыған балымызды, одан кейін ақырындап аз-аздан ұнымызды қосамыз. Барлығын қоспаймыз, себебі түйіршіктеліп, жаңағы қамырымыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан да аз-аздан порциядан қосып, осылай миксерлеп шығамыз. Осымен медовигімізді қамырын дайындап болғаннан кейін духовканың формасын алып, пергамент қағазын төсеп, алдын ала кальцоны қойып, мен сызып дайындап алдым шеңберді. Енді 1 немесе 1,5 шөмішті салып, өздеріңіз ыңғайлап, корждарыңызды үлкен жасағыларыңыз келсе 2 шөміш немесе осылай 1 шөміш толы салып, дөңгелекше қылып жасап аламыз. Алдын ала қызып тұрған духовкамызға коржымызды қатты қызартпай пісіріп аламыз. Өздеріңіз ыңғайлайсыздар, духовкаларыңызды қатты ысытып жібермеңіздер, себебі коржымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Әсел пеш болса, онда духовкамыздың градусын азайтамыз. Осылай корждарымызды біртіндеп пісіріп аламыз. Енді креміне кірісеміз. Крем менде оңай, осындай крем сатып алдым. Мұнда қант ештеңке қоспаймыз. 500-600 мл кремімізді миксердің ақырын оборотынан жоғарғы оборотқа дейін қосып миксерлеп аламыз. Қатты миксерлеп аламыз, одан кейін креміміз дайын болады. Осылай тортымыздың кремін дайындап алғаннан кейін, тортымызды салатын ыдысымызды дайындап, тортымызды жинауға кірісе береміз. Енді коржымызды ыдысымызға салып, үстіне біртіндеп кремімізді саламыз. Одан кейін мен сыртына кальцоны қойдым да, ары қарай тортымды жинауға кірістім. Осылай кальцо салсаңыздар, біркелкі түзу болып шығады торттарыңыз. Ары қарай кремімізді жағып, корждарымызды саламыз.
Осымен тортымызды жинап болғаннан кейін жаңағы тортымыздың қалған қалдығын ұндап аламыз да не блендер не оқтаудың көмегімен одан кейін шеттеріне осылай жағып шығамыз. Сәнде өздеріңіздің қалауларынша мен кішкене шиемен, яғни таңқурайды қолдандым. Осымен медовигіміз дайын болды. Егер видеом ұнап жатса астына лайк басып, пікір қалдырып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.